Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін өте дәмді әрі үгілмелі қарапайым құрамдардан тұратын рогалики дайындайтын боламыз. Яғни бізде бұл жерде творожный рогалики өте дәмді болып келеді. Жасап көруге сіздерге де кеңес беремін. Достар, видеомды соңына дейін қарап, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Ең алдыменен бізге 200 грамм творогымыз, яғни сүзбеміз қажет болады. Осы сүзбеміздің үстіне 2 дана жұмыртқамызды салып алатын боламыз. Оның үстіне бөлме температурасында тұрған ерітілген сары майымыздан 2 ас қасық шамасында салыңыздар. Және де үстіне қатты көп емес 100 грамм шамасында қант салсаңыздар жеткілікті. Және де үстіне өз қалауларыңызша ванилин салсаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып, бір келкі масса дайындап алатын боламыз. Енді кезекте үстіне міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды және де 1 ас қасық қамыр қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, өте жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Қамырларыңыз жұмсақ болған сайын рогаликилеріңіз өте үгілмелі болып келеді. Дәл осылай кішкене 5-10 минутқа тұндырып қойыңыздар. 5-10 минут өткеннен кейін қамырымызды 2 бөлікке бөліп, өте жұқа етіп жайып алатын боламыз. Қамырларыңыз өте жұқа болғаны дұрыс. Жұқа болған сайын бізде, яғни үгілмелі болып келеді. Рогаликиларымыз дәл осылай бетіне қант сеуе отырып, майда бөліктерге бөліп алыңыздар. Осылай кішкентай етіп кессеңіздер, рогаликиларыңыз әдемі көрінетін болады. Дәл осы видеодағыдай кесіп алыңыздар. Сонымен қатар рогаликиларымызды орап шығатын боламыз. Түсінікті болу үшін екіншісінде осылай көрсете салайын. Мінекей дәл осы видеодағыдай орап, кішкене тарта отырып орасаңыздар да болады. Өте керемет рогаликилар шықты. Енді осы рогаликиларымыздың барлығын қантқа бір аунатып алсаңыздар, өте керемет болады. Аунатпай пісірсеңіздер де болады, бірақ та мен аунаттым. Дәл осылай табамызға салып, 200 градуста 15-20 минутта пісіріп аласыздар. Мінекей енді үстіне қант ұнтағын сеуіп, дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді рогаликилардың бірі деп айта аламын. Жасап көруге сіздерге де кеңес беремін, достар. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, каналымның дамуына сіздер де өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар.